Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи Мединада жүрген кезде, сіздер білесіздер, мединалық қоғамда жаңағы Абдулла ибн Убай деген тұлғаның қарамағындағы соның жақтаушылары өтірік мұсылман болады. Бұларды Алла тағала Құранда мұнафықтар деп атайды. Яғни жүректерінде жоқ сенім, бірақ сырттарымен мұсылмандармен бірге мешітте, әрбір істерде, рәсімдерде қатысып жүре береді. Олар айтатын сөздерді айтып жүре береді. Не деген кезде Мұхаммед пайғамбар мен мұсылмандардың басынан күн өтіп кетсе екен, дәурен, біз орнымызға келе қаламыз дейді. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи Мединаға көшіп келердің алдында Абдулла ибн Убай сол жердегі Мединаның басшылығына баллотироваться етіп отқан. Міне енді жақын қалған, басына тәжін кигізіп, астына жаңа креслосын қоюға. Сол кезде пайғамбар саллаллаху алейхи көшіп келеді ғой. Бүкіл жоспар талқан болады. Не істейміз дейді. Сосын иудейлер, айналадағы иудейлер айтады, бір ақыл айтайық сендерге. Қандай ақыл? Өтірік мұсылман бола тұрыңдар. Ертең ан жақтағы мүшриктер бәрі келеді, бұның барлығы жеңіледі, бұлар жоқ болып кетеді жердің бетінен, қайтадан өздерінің орындарына қайтып келе саласыңдар. Жақсы нәрсе екен дейді. Сөйтіп бұлар жаңағы өтірік болып жүре береді. Бірақ өтірік болып алданатын жаңағында енді солай бола береді деп ойлайды ғой. Сосын Алла тағала ғұмырды бере береді ғой әркімге, ризықты да бере береді. Ол ризығы бұл дүниеде бөліп жармайды ешкімді Алланың. Тамақ мына дүниеде, киім кешек бөліп жармайды ешкімді, бәріне бере береді Алла тағала. Сол беріліп атқаннан кейін ол, я Алла бізді білмейді екен ғой деп жүреді екен олар. Ештеңені білмейді екен ғой деп. Өстіп Алла тағаланы да елшісінде бұлар алдап жүрген сияқты болып, сондай сенімге келгендіктен, қияметте де Алла тағала сондай ойын жасайды екен. Қияметте Алла тағала олармен сондай ойынды жасайды екен. Сол жаңа мысалдардың бірінде Аллах тағала айтады. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Яума тарал муъминина вал муъминати. Сол күні, ей пайғамбар, сен муъмин ерлер мен муъмин әйелдерді көресің. Қандай күйде Раббымыз? Ясға нурухум, нұрлары жарқырап тұрады дейді. Нұр деген ойнап тұрады дейді. Жарқ еткен. Ол керек екен. Өйткені сират деген нәрсе қап-қараңғы нәрсе екен ол. Мынау тұман болған кезде, анау фара көмектеспей қалады ғой, баян білесіздер. Дальний, ближний деген нәрсе керек қияметте. Сол Алла тағала нұрды сыйлайды екен муъмин ерлер мен муъмин әйелдерге. Ясға нурухум байна айдихим. Алдыңғы жағына қарай жарқыраған дейді нұр. Ол жаққа дейін жарық қылады. Ва би айманихим, оң жағында. Оң жолда болғандықтан, оң жағын айтып жатыр. Мынаның бәрі жарық. Міне солар жарқырап тұрады дейді. Бушрокумул яума. Бүгін сендерге беріледі, айтылатын сүйінші жәннат деп айтылады екен. Жәннат сендерге сүйінші. Тәжри мин тахтихал анхару халидина фиха. Астарынан өзендер ағып, мәңгі қаласындар сол жақта деген қуаныштар айтылып жатады. Қуаныш деген керемет муъминдерде. Бүкіл емтихан аяқталған, нұр жарқыраған, жылап та қуанып жатыр. Әртүрлі көріністер ана жерде муъминдерде. Бақыттың бақыты. Міне. Залика хуал фаузул азим дейді Алла тағала. Міне ұлы жетістік, ұлы табыс деген нәрсе осындай болады дейді Алла тағала. Енді яума яқулул мунафиқуна вал мунафиқату. Сол күні мұнафық ерлер мен мұнафық әйелдер айтады дейді. Лиллазина аману, иман келтіргендерге ілесіп келе жатыр ғой. Оларға да атаға нұр беріп қойған екен. Нұр сымақ нәрсе. Жаңа ойнады ғой олар дүниеде, алдадық деп ойлады ғой. Сол ақыретте де сондай ойын жасап, жаңа бір жарықтар болған кезде өтіп кетіппіз ғой дейді екен. Сөйтіп келе жатады, жаңа жарық өшіп жатыр. Өшті, жоқ жарық. Иман келтіргендерге айтады екен. Унзуруна, бізге қарай бір қараңдар. Анау жарығы керек. Бір қараңдар біздерге қарай. Нақтабис мин нурикум. Нұрларыңнан пайдаланайықшы. Қилар жеғу. Оларға айтылады дейді. Кері қайтыңдар, шамаларың келсе. Вараакум, артқа қарай, дүниелеріңе. Фәлтәмису нурон. Со жақтан іздеңдер нұрды. Бұл күні енді кімге Алла нұр бермесе нұр жоқ. Фадуриба байнахум бисурин. Сол кезде
Мүминдер мен жаңағы мұнафиқтардың ортасына үлкен дуал келіп тұра қалады дейді бүйтіп. Бітті. Ол дуалдың батинуху, мына ішкі жағы фихир рахма, мына жағы толған рахымдылық дейді. Жәннат. Мына жақ өтемейді болды. Сыртта қалды. Зохируху мен қибалихил азаб. А мына сыртқы жағында азап күтіп тұр дейді оларды. Жаңағы дуал тарс етіп құлап, жабылып қалған кезде жоқ, мүминдер бітті, жоқ. Сол кезде айтады екен, юнадунакум, дауыстап шақырады, мүмкін дуалдың артынан естіп, тағы бір сәттіліктер бола ма екен деп. Дауыстап оларды шақырады. Алам накум маакум. Біз сендермен бірге болмап па едік? Біз сендермен бірге болмап па едік? Қалу бәлә, мүминдердің дауысы естіледі екен. Жоқ, сен біздермен бірге болған жоқсыңдар. Валакиннакум фатантум анфусакум. Сендер өздерің азғырып құрттыңдар. Өздерің алдырып құрттыңдар. Ва тараббастум. Мұхаммедтің басынан дәурен қашан кетеді деп күтудедіңдер. Қараңыздар. Вартабтум. Өмір бақи күмәнмен өттіңдер осы мәселеге қатысты. Ва ғарраткум уламанию. Сондай-ақ тәубесіз үміттер сендерді әбден алдады. Хатта жаа амруллах. Алланың мына әмірі келгенге дейін дейді. Осы сәт келгенге дейін. Ва ғарракум биллахил ғарур. Сондай-ақ сендерді Аллах Тағалаға қатысты. Алла кешірімді, Алла мейірімді, кешіре салады, бере салады, ештеңе етпейді деп, ана шайтан сендерді алдап құртты дейді. Қараңыздар. Содан мына жақтан Аллах Тағаланың үкімінің дауысы шығады. Фалияума ла юхазу минкум фидия. Бүгін сендерден ешқандай төлем алынбайды. Қараңыздар. Вала миналлазина кафару. Сондай-ақ ана кәпірлерден де ешқандай төлем алынбайды. Мауакумун нар. Сендердің орындарың тек тозақ. Хия маулакум. Сол тозақ сендерге ең лайықты орын деп. Қарасы ауыр сөздер да. Ең лайықты орын болды. Ва би'сал масир. Қандай жаман орын қайтып баратын дейді. Міне осыдан кейін біздің жүрегімізге Аллах Тағала мынандай аятты баяндайды. Өте әдемі аят. Әлем яғни. Ей мүмин құлдарым, әлі уақыт келген жоқ па сендерге? Ән тақшаға құлубухум лезекрилла. Алланы еске алуға құлап, жылайтын күнің келген жоқ па әлі? Жүрегің сілкініске келетін күн келмеді ма сендерге әлі? Қаншалаған аяттар айтылып жатыр. Жүректердің Аллаға қарай қорқатын күн жетпеді ме әлі? Қашанға дейін осы күйде боласыңдар? Алланы еске алуға қарай қашан ұмтыласыңдар? Сондай-ақ мына хақ деп аталатын Құранда түсірген аяттарға қарап, Раббым, мына аятқа мен амал жасамадым ғой. Мынау күнә мен туралы айтылған сияқты ғой, Раббым, деп қашан өзгеретсіңдер? Вала якуну каллазина утул китаба мин қаблу. Анау сендерден бұрынғы өткен Исраил ұрпақтары осы сендер секілді бастаған, кейін істейм, кейін тәуба қылам, кейін жасайм, кейін өзгерем деп. Сөйтіп жүрген кезде сол кейіндері бүкіл ғұмырына созылып кетті дейді. Фатола алейхимул амаду. Үміт деген, тәубасыз үміт деген билеп алды дейді жүректерін. Сондай бір тыныштыққа еленді олар дейді. Фақусат құлубухум. Жүректері Алланы еске алуға байланысты қатайып кетті дейді. Вакасиру минхум фасиқун. Барлығын айтпайын, бірақ басым көпшілігі олардың бұйрықтан айни беретіндер дейді. Сосын Бақара сүресінде Аллах Тағала айтады: "Ва инна минал хижара", жүрегің тас болып кетсе де дейді бізге айтып отыр. "Ва инна минал хижарати лама ятафаджару минхул анхар". Тастардың ішінде ішін жарып бұлақ шығатын тастар бар дейді. Жүректерді сипаттап отыр да. Қараңыз. Өзіңді өзің сөккілесең, жүрегіңді жарып шығатын, сондай жарып шығатындай әсерлер бар дейді. "Ва инна минал хижарати лама ятафаджару минхул анхар". Сондай бір тастар бар, жағылады ішінен су шығатын дейді. Жасты айтып жатыр ғой, жаңағы өзгеріс сезімін айтып жатыр.
Ва инна минха, сондай-ақ мынандай тастар да бар дейді. Ла яхбиту мин хашиятилла, Алладан қорқып құлап қалатын. Ва ма Аллаху биғафилин амма таъмалун. Алла әсте бейқам емес сендердің не істеп жатқандарың жайлы. Егер де маған қарай жол іздесеңдер дейді Алла Тағала, ана тасты сындырам дейді. Міне, сондай жүректі берем саған дейді. Тек сен Раббыңа қарай қайтатын күйің рас болсыншы дейді. Сол растық арқылы мен сені алып шығамын дейді. Мен саған иманның ләззаттарын көрсетемін дейді Алла Тағала. Сондықтан жаңағы аяттан кейін мына аятқа назар аударайық. Иғламу, біліңдер, ей құлдарым, біліңдер. Иғламу анналлаха юхил арада бағда маутиха. Аллах Тағала дейді, өлі жерді тірілтеді де қой дейді. Міне дәл қазіргі біздегі сәт көктемге батыр. Жер өлі еді. Қазір жер не істеп жатыр? Ихтаззат, қараңыздар, жібіп, қопсып, әмбәтет, мен көлдесем жаңағы заужин бахиж, әрбір өсімдігін шығарып жатыр ғой дейді қазір. Біліңдер, ей құлдарым, Алла Тағала өлі жерді тірілтеді дейді өлгеннен кейін. Қад байянна лакумул аяти лааллакум тақилун. Аяттарды осылай сендерге баяндаймыз, мүмкін ақылдарыңды қозғарсыздар. Мен сендерді тірілткім келіп тұр дейді. Біз тірі болсақ та өліміз екен. Қашан Раббымның бұйрығына бүйтіп тұрмайынша, біз тірі болсақ та жүрегіміздің кейбір тұстары өлі екен. Сол жердің бәрін тірілтем дейді мен. Мен өлі жерді тірілтем дейді Алла Тағала. Сенің жүрегіңді де тірілтем дейді мен. Тек сен маған қарай қайт дейді. Маған қарай қайт дейді. Мына ажыраумен байланысу деген сөз бар, құрметті жамағат. Аллах Тағаладан басқа бір нәрселерді біз сүйіп қалғанбыз. Сол сүйіп қалған нәрселеріміз бізді сараң қылады кейде. Бізді біреуді кешірейін деп тұрған кезде кешірткізбей қояды. Қараңыздар. Бізді Алладан басқа бір нәрселер басқарып тұр да. Кешіре алмай жатырмыз біреуді. Біреу басқарып тұр бізді. Бер деген кезде бере алмай жатырмыз. Біреу басқарып тұр бізді. Біреу бар біз жақсы көретін тағы. Біздің жүрегімізде бар біз жақсы көретін нәрселер. Осы жақсы көретін нәрселерден біз ажырамайынша, мына Алла Тағаламен байланыс бола алмайды дұрыс. Біздің күйіміз иман күйі. Біз сендік бүкіл нәрсеге. Бірақ байланыс күйі деген нәрселер қалыптасқан жоқ бізде. Қашан жаңағы нәрседен ажырасақ, байланыс сол кезде ғана болады. Жаңа сахабалар айтқандай, мына дүниеден қаншалықты ажырайсың дейді, қараңыздар. Дүниеден қаншалықты ажырасаң, ақыретіңмен соншалықты байланыстасың дейді. Қаншалықты ажырамай жатқан тұстарым бар, соншалықты ақыретім жоқ соншалықты. Біздің күйіміз осындай. Жаңағы нұр, жаңағы иман келтіргендер арғарай өтіп кетіп, ана дуал тарс етіп жабылған кезде, жаңағы мұнафықтардың нұрлары өшіп атқан кезде, көрген кезде, ата айтады: "Яума ла юхзиллаху набийя валлазина аману мааху." Сол күні Аллах Тағала пайғамбарды және пайғамбармен болған иман келтіргендерді қорламайды дейді. Қараңыздар. Белгілі береді оларға. Жаңағыларға істеген нәрсені істемейді дейді. Мұнафықтарға нұрын алып қойғандай. Бірақ сонда да аналардың нұры кетіп қалған кезде бұлар қорқады екен мүминдер. Қараңыздар. Әлі аман емес екендігін сезеді. Әлі аман емеспіз. Сонда айтады дейді: "Яқулуна", ананы көрген кезде: "Роббана атмим лана нурана вағфир лана иннака ала кулли шайин қадир." Раббымыз, нұрымыз таусылып қалмасыншы біздің. Нұрымызды кемеліне келтірсе, және бізді кешірші. Сөзсіз сенің әр нәрсеге құдіретің жетеді екен. Біз алданып қалмайықшы деген нәрсе отыр. Сол себептен Абу Бакр радиаллаху анху айтады: "Алланың амал шарасы деген нәрсе бар" дейді. Сен Раббым мейірімді, рақымды деп жүргенде, Алланың бір амал шаралары болады дейді. Сол Алланың амал шарасынан дейді, мен өзімді ешқашан аман сезе алмаймын. Тіпті жәннаттың алдына келгенде, бір аяғым ішінде, бір аяғым сыртында тұрғанда да, екі аяғым қоса кірмейінше дейді. Міне қалай сенген олар. Соқтан сахабалар айтады: "Ва иякум ва тасуфу бит-тауба
өте сақ болыңдар тәубаны кейінге қалдырғанға дейді. Сақ бол дейді. Тәубаны кейінге қалдырудан сақ бол. Ва иякум вал гиррату бихилмиллахи анка. Сондай-ақ алданып қалудан сақ бол. Раббым мейірімді ғой, Раббым кешірімді ғой деп дейді. Алданып қалудан сақ бол дейді. Осы екі нәрсе ең негізгі нәрсе екен мұъминді сақтап қалатын негізі. Немесе адамды тақуалыққа жеткізетін нәрсе. Осы нәрсені біз уайымдап, осыны Алла тағала бізге нәсіп етсе, бізден бақытты адам болмайды. Біріншісі, тәубаны ешқашан кешіктірмеу. Екіншісі, Аллахым кешіреді ғой, ештеңе етпейді ғой деген сөзден сақтану. Ешқашан ол сөзге сіздің жүрегіңіз жол бермесін. Бір беріп қалса, сондай тыныштық сізді билейді, бірақ белгісіз Алланың қандай амал шара жасайтындығында.